Албаты жауапкершілік арқалай берме. Қолыңда мәнсап болмаса, ұлылықта басың бар ма? Бұл бұрынғылардың билік ұстаудағы ұстанымын көрсетеді. Ол орында отырмаған соң басқарамын деп жүріп, басқаларға бөгет боласың. Әуелі арамтер боласың. Айта берсең, жоқ жерден пәле түртінген біреу боп шыға бересің дегені. Біреулердің жан ауыртпастан пәле шықса, мен-ақ жауапты болайын деп жататынын естіп жүреміз. Жауаптылық дейтін сөзді оп-оңай айта салатын адам айласыз адам, әрі жауапкерсіз адам. Іс туылып жатса, жауапкерлікті кім арқаласа да болады, бірақ ешкімде ол жауапкерлікті арқалап орнына келтіре алмайды. Жауапкерліктің де шегі бар. О бастақ ақырына дейін жауапты боламын дегенді жеп-жеңіл айта салғанда жауапкерлік сезімі туыла бермейді. Дұрысы, өзің арқалауға тиісті жауапкерлікті адақтай білуде. Жауапкерлік сезім деген алқау мәнді сөз. Оның салмағы сезімінде жауапкерліктің өзі емес, қайта оны сезінуде жатыр. Сондықтан жауапкерлікті арқалауға пейілмін деумен іс бітпейді. Қайта өзің арқалауға тиісті жауапкерлікті жан тәніңмен сезінуің керек. Жайшылықта адамдар өз күшін шамалай бермейді. Әділетшілдік сезім билеп, мен жауапты болуға пейілмін деп кеудесін қағып шыққанымен, істің реал салдарымен санаса қоймайды. Жауапкерлікте биліктегі борыштылық сияқты мәжбүрлемелік болмайды. Оның моральдық құрамы басым келеді. Әмәлиятта ешқандай шектеу қуаты болмайды. Әптегенмен адам аралық қатынаста аңдассыз бір-біріне толып жатқан жауапкерлік артады. Қызмет бабында біз әлеуметтік шаруа жайынан бір қыдыру жауапкерліктер арқалаймыз, еріксіз. Кей кездері қызметіңде нәтиже болмағанда, тіпті сенің қателігің болмаса да, әрекет жауапкерлік арқалауға тура келеді. Бұл қоғам деген міне осындай. Кез келген жердің бәрінен жауапкерлік шыға келеді. Мұндай кезде біреудің өтінішіне тап болып, сол міндетті орындауға сарып қылған күшіміз жауапкершілік болып саналады. Біреумен араласудағы жауапкерлік өзара күш аяспаумен тоқтаса жарайды. Өзіңнің немесе қарсы жағыңның бар мал дүниесі мен уақытын бір-біріңе атап тауыс деген ұғым шықпауға керек. Біреуден ақылға сыйымсыз, көңілге ұяламайтын істі талап ету жарамайды. Осы заманда жасап жатқан азамат үшін үкіметте серіктігіңе жауапкер, жеке баста отбасыңа жауапкер болуың керек. Егер достыққа жауапкер боламын деп бұл екеуінің біріне қаяу салсаң, онда достасудың әсілгі мәнінен де айырылып қаласың. Сауда істемейлі, достас мейлі. Алтынға бергісіз уәдеңнің өзі үлкен жауапкершілік. Оған жазбаша кепілдік те, куәгер адам да керек емес. Өзара сенім болса жеткілікті. Адаммен араласқанда албаты кеуде қағып, жауапкерсіз сөз айтпа. Қайта іс жүзіндік қимылыңмен дәлелде. Айлалы адам алдымен іс тындырып, соңынан сөйлер болар. Біреудің өтінішіне келсек, оған дереу мақұлдық беруге де тойтарыс жасауға да болмайды. Егер салған жерден тілегін тойтарсаң, қарсы жақ өзіңді көмектескісі жоқ екен деп қалуы сөзсіз. Тіпті өзара қарым-қатынастарың да осыған бола бұзылып жүрер. Күндерде бір күн ісің түсіп іздей қалсаң, оның саған көмектесер шамасы тұрса да, кезінде кегі тарқамай есесін қайырып алуы мүмкін. Сондықтан ең жақсы қарсы жаққа өзіңнің аяңғалы тұрмағаныңды аңғартуың керек. Біреу қызмет іздесіп жіберде өзіңе келе қалса, былай істесең қапы болмайды. Қарсы жаққа қайдан, қалай, не оқығаны, әуесі немене, ерекшелігі қайсы, идеясы қандай, тағы басқа дегендерді анықтап жазғырып ал.
сонда ол сенің көмектесуіңе пейіл екеніңді өз көзімен көреді де іздейтін адамына кезіккен екенмін деген алданыш туады. Сонымен бірге шын ықыласпен оған сенің ісің өз ісімдей, мүмкіндігімше күш шығарамын. Ертең мына таныстырмаңды алып танысымды іздеймін. Бірер күннен кейін хабарласасың ба деді. Бірер күннен кейін ол келуден бұрын оған телефон бер, не үйіне бар. Бірер күннен бері сенің ісіңмен жүгіріп жүрмін. Ана бір орыннан үміт жоқ ұқсайды. Мына бір орындағылар ойланып көрейік деп жатыр де. Тағы 2-3 күннен кейін оны өзің іздеп бар да, ренжіме, сен тапсырған жұмыстың жөні келмей тұр. Өзім танитындардың бәрін іздеп шықтым. Бірақ амал жоқ боп тұр. Орай болса тағы да көре жатармын деп қайт. Мейлі сен ешбір танысыңды іздемеген ақ бол. Бірақ досың саған төтенше риза болады. Жауапкерліктен қашты деп саған кінә тақпайды. Басқа тараптарда да осылай жалғасады. Саудада біреу саған таныс білсің арқылы зауыт бағасына зат шығартып бер аласың ба деп өтініп жатса, дереу келсе кет. Жарайды, көмегім болса аямаймын де. Сөйт де, онан қандай тұрпатты, қаншалық зат керек екен деп сұрап ал. Енді жоғарыдағы басқыш бойынша жалғастыра бер. Бірер күннен кейін досың сені іздеп келмес бұрын оған өзіңнің бастықтардың алдына барғаныңды, тілін табу қиын болғанын, немесе барлық затты басқа біреуден әлдеқашан әкетіп қалғанын, ендігіге орай болғанда көмектесетініңді айтып үлгір. Біреу сен іс сапарға шыққаныңда әлдене заттарыңды сатып ала келуіңді тапсырар. Оның өтінішін үстінде қайтарушы болма. Қайта оның зат сатып алуға берген сомасын қолыңа ал да, табылса іздеп көретініңді, болса әкелетініңді айт. Соңына барған жеріңнен оған телефон шал, немесе телеграмына сал. Бірнеше үлкен сауда дүкенін аралап көргеніңде ол тапсырған дүниенің болмағанын айт. Адамшылықты келістіремін десең, өстуің керек. Жайшылық күндерде де өзі жоқ, өсімі көп, кісілік қарыздай жасай бер. Бұл дағы айлалы адамның үнемділік бір тәсілі. Алайда бұл әдісті күнде қолдану келіспейді. Анда-мұнда шұғыл қажет болғанда қолданысқа жарар. Үнемі өстірі болсаң, шейін шығып қалады да кінәлауға ұшырайсың. Адамның дені, сөзі мен ісі бір жерден шыққан кісіні жақсы дейді. Дегеніңді жете алмаған себебіңді кеңдікпен кешіретін кісі кем-де-кем. Аның бұны үнемі былай деп жазғырып жататынын естіп жүреміз. Маған мақұл деп қойып еді, бірақ. Нағына абыға мақұл деген болуды да, бірақ ол болмайды деуге ыңғайсызданып сөйткен шығар. Соңында ойланып көргеніңде оның айтқан ісінің орындағылар мүмкіндігінің жоғын байқаған болу керек. Тіпті аның өзі бұны қинағандай іс айтқанын білсе керек. Бірақ өзін ғана кінәлап, өзгені жазғырмайды дейсің бе? Ондай емес. Көлденең көзге де бұныкі дұрыс емес көрінеді. Себебі оның басында о бастан қандай хал болғанын ел қайдан біледі. Наполеон: мен ешқашанда жеңіл-желпі уәде бере салмаймын. Өйткені уәде қашсаң құтылмас қателіктерге басыңды байлап тынады дейді. Уәде деген жауапкершілік арқалау деген сөз. Егер орындай алмасаң, әсіресе өз шама шарқытыңнан асып кететін істер сені сенімсіз етіп шыға береді. Өз салауатың да кемейді. Біреуге болысудың несі жаман? Гәп әліңе қарай әрекет етуде. Өз қуат күшіңе қарап, алмай неге де болса мен жараймын деп ал кеуделік болып қала береді. Өзің айтқанда сөзге өзің жауапты болуың керек. Әрқашанда ойланып алып іс қылатын бол.